Özbek damla деген май өзбек айтып чотонов емес. Өзбек ұстаздардан біреусінің кішкене біреусін көріп қалдым да. Аялдардың шундай сабаққа бір аял барады екен да. Анан барғаннан кейін келіп алып күйеуіне айтады екен. Балдарым, атасы, өмір жолдашым, біздің ұстаз жақсы сабақ өтті. Исламда аялдың құқығы, жана аялдың милдеті деген сабақты оқып келдік. Мен мысалы сіздің никеңізде сіздің киіміңізді жууш мені шарт емес екен, милдетім емес екен дейді. Ооба. Керек болса мен сізге тамақ пішірішім да шарт емес екен. Ооба. Керек болса шариат бойынша мен төрөгөн баланы да мен емізішім шарт емес екен. Керек болса мен емізгеніме сіз ақы төлеп берішіңіз керек екен. Ооба. Сонда илимді болып кетті да аял. 5-6 күн баяғы сұхбетке сабақ барып, уже илим үйреніп алып, өзіге пайдалы нәрселер алып. Күйеу айтып тұр, тура айтасың деп тұр. Шариатты жақсы үйреніпсіз, анда біліп қой деп тұр. Мен деле жалғыз сені менен жашауым шарт емес. Аллах Тағала маға 2-ні, 3-ті, 4-ті аял алуға рұқсат берген десе. Аял айтатын, тамашаны да білмейсіз да дейді. Атасы тамашаны білмейсіз ғой дейді. Біреусі ачуланып аялын ұрып аттыр да сабап. Ақсақал өтіп барып қараса, күйеусі аялын сабап аттыр. Таяқменен ұрып башқаларын. Шал айттыр, балам депті. Бұл аялды таяқменен ұрбайды. Аялды аялменен ұрыш керек депті. Күйеу түсінбей қалдыр да. Не дейсіз десе, ақсақал қайра жақсы түсіндіріп айтың десе, аял айтатын. Құлақ салба, ұра бер дейді. Қайшым болмасын дейді, ұра бер дейді. Bir kelime keltire sabaqa keteyik. Men bir-екі балам ұстаған үшін еме қылдым. Негізі мен күлдірішке де емем жоқ әлі. Bir kelime keltire, La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah.